Оқушылар, мен сіздерге ұбт-дан дайындық сабақтарын жүргізетін физика пәнінің мұғалімі Дәметкен апай боламын. ұбт-ға дайындық деген сөз ол физиканы басынан бастап толығымен қайталап шығу деген сөз. Сондықтан біз де солай жасаймыз. Физиканың өзі негізінен үлкенді кішілі 7 бөлімнен тұрады. Соның ең үлкені және бірінші бөлімі механика. Механика нені зерттеумен шұғылданады, немен айналысады? Механика қозғалыстың түрлері мен себептерін зерттейтін физиканың бөлімі. Механика негізінен тағы да 3 бөлімнен тұрады. Кинематика ол қозғалыстың түрлерін зерттейтін бөлімі. Динамика қозғалыстың себептерін зерттейтін бөлімі. Дене неге олай қозғалады? Үшінші, статика дененің қозғалмай тыныш тұруының себебін зерттейтін физиканың бөлімі. Біз алдымен кинематикадан бастап бұрын білетін материалдарымызды біртіндеп қысқа, ең керекті, ең маңызды деген мәселелеріне тоқтала отырып қайталап шығатын боламыз. Бүгінгі бірінші сабақтың тақырыбы кинематиканың негізгі ұғымдары. Өйткені ғылымда кез келген физикалық құбылысты зерттеу үшін, ол құбылыстарды зерттеу үшін ол ғылымның ең бастапқы негізгі ұғымдарына сүйенеміз. Сол ұғымдарға сүйене отырып, әрі қарай тереңдеп, дендеп сол тақырыпты зерттеуге үйренуге кірісеміз. Енді механикалық қозғалыс зерттейтін болса, алдымен біз механикалық қозғалысқа анықтама беруіміз керек. Механикалық қозғалыс дегеніміз бір дененің екінші бір денемен салыстырғанда уақыт өтуіне байланысты орнының өзгеруі деп анықтама беріледі. Мына суретте сіздер механикалық қозғалыстың мысалдарын көріп отырсыздар. Пойыздың қозғалысы, автомобильдің қозғалысы, ұшақтың қозғалысы, құстың ұшуы бұл механикалық қозғалыстың мысалдары болып табылады. Енді кинематиканың негізгі ұғымдары не? Кинематиканың негізгі ұғымдары төртеу: материалдық нүкте, траектория, санақ денесі, санақ жүйесі. Енді осы ұғымдардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Материалдық нүкте дегеніміз қозғалыс кезінде дененің өлшемдерін ескермеуге болатын болса, ондай денені біз материалдық нүкте деп атайды екенбіз. Теңізде жүзіп бара жатқан алып кемені біз материалдық нүкте деп есептейміз. Өйткені кеменің жүзіп өтетін қашықтығы оның өзінің өлшемдеріменен, ұзындығымен, енімен, биіктігімен салыстырғанда әлде қайда көп үлкен болатындықтан біз кемені қанша алып болса да бір кішкентай ғана нүкте деп қарастырамыз. Ал кемені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болмайтын жағдайлар да болады. Ол мысалы кеме жағалаудан қозғалғанда, немесе жағалауға келіп тоқтаған кезде, немесе кемені жөндеу жұмыстары жүргізгенде, жолаушыларды мінгізу кезінде, жүктеу кезінде кемені материалдық нүкте деп есептеуге болмайды. Материалдық нүкте болу үшін кеме міндетті түрде қозғалыста болуы керек. Екінші ұғым қозғалыс траекториясы. Қозғалыс траекториясы деген дене қозғалған кезде міндетті түрде дененің артында із қалады. Міне сол дененің артында қалған ізін біз ғылыми түрде қозғалыстың траекториясы деп атаймыз. Мына суреттерде әртүрлі денелердің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Мысалы, шаңғышының қозғалыс траекториясы түзу ыстық болатын болса, газ молекулаларының қозғалыс траекториясы өте күрделі сынық ыстықтардан тұрады. Ұшақтың қозғалыс траекториясы параболаға ұқсайды. Демек,
траекториясының формасына байланысты қозғалыстарды біз тағы да түзу сызықты қозғалыстар, қисық сызықты қозғалыстар деп бөлеміз. Үшінші ұғым санақ денесі. Дененің кеңістіктегі орнын басқа бір кез келген қозғалмайтын дене арқылы анықтауға болатын денені санақ денесі деп атайды. Мына суретте автомобильдің қозғалып бара жатқанын, қозғалмай бара жатқандығын біз санақ денесін тағайындап алмасақ анықтай алмаймыз. Санақ денесіменен салыстырып, автомобильдің орны өзгерді ме, өзгермеді ме, соны білуіміз керек. Автомобильдің орны өзгерсе, ағашпен салыстырғанда, онда автомобиль қозғалып бара жатыр деген сөз. Ал орны өзгермесе, онда автомобиль тыныштықта. Сондықтан қозғалысты зерттеу үшін алдымен санақ денесі өте қажет екен. Санақ денесін тағайындап алуымыз өте қажет екен. Төртінші ұғым санақ жүйесі. Енді суретке мұқият қараймыз. Автомобиль горизонталь бағытта қозғалып бара жатыр. Бір жылдамдықпенен. Автомобильдің қозғалыс бағытын көрсету үшін біз X көзін тағайындаймыз. Яғни бұл бір өлшемді координаталар жүйесі болып есептеледі. Математикадан білесіңдер осы. X осының басына, санақ басына санақ денесін орналастырамыз. Және қозғалыс уақыт өтуіне байланысты өтетіндіктен бізге уақыт өлшеуіш құрал сағат тағы да қажет болады. Сондықтан біз мына осы үш дүниенің санақ денесі, координаталар жүйесі және сағат үшеуін бірге бір-ақ сөзбен біз санақ жүйесі деп атайды екенбіз. Міне төрт ұғымға да, негізгі ұғымға да біз осылай анықтама бердік. Енді кинематикада тағы бір маңызды екі шама бар ұғымдардан басқа. Ол жол және орын ауыстыру деп аталатын шамалар. Жол дегеніміз жаңағы траекторияның ұзындығы. Ал орын ауыстыру траекторияның ұзындығы. Жол немесе траектория. Көк сызық қозғалыстың траекториясы, осы көк сызықтың ұзындығы дененің қозғалыс кезіндегі жүрген жолы болып есептеледі. Ал орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы орны мен А нүктесінен шығып, дене В нүктесіне баратын болса, дененің бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған кесіндіні орын ауыстыру деп атайды екенбіз. Әрі қарай жол мен орын ауыстыру туралы қандай маңызды нәрселерді білуіміз қажет. Біріншіден, жол скаляр шама. Ол тек қана бағыты бар, тек қана сан мәні бар, бағыты жоқ деген сөз. Ал орын ауыстыру векторлық шама. Векторлық шамалардың сан мәнімен қатар бағыты да міндетті түрде көрсетілуі керек. Үшіншіден, жол ешқашан нөлге тең болмайды. Себебі дене қозғалды ба, ол міндетті түрде жол жүреді. Ал артында із қалады, ол іздің ұзындығын біз жүрген жол дейміз. Ал орын ауыстыру нөлге тең болуы мүмкін. Оны қазір алда мысалдар қарастырған кезде көздерің жетеді. Орын ауыстырудың нөлге тең болатын жағдайы. Төртіншіден, жол мен орын ауыстырудың модулі түзу сызықты қозғалыс кезінде тең, ал қисық сызықты қозғалыс кезінде тең емес. Қисық сызықты қозғалыс кезінде жолдың ұзындығы орын ауыстырудан үлкен болады. Оны мына суреттен көріп тұрмыз. Дене қисық сызық траекториямен қозғалды, оның жүрген жолының орын ауыстырудан көп үлкен екендігі көрініп тұр. Және орын ауыстырудың векторлық шама екендігінде суретте әдейі көрсетеді. Егер дене А-дан А нүктесіне В нүктесіне қарай қозғалса, орын ауыстырудың бағыты стрелкамен В нүктесіне қарай бағытталып көрсетеді. Ал В-дан А-ға қарай қозғалса, керісінше стрелканың бағыты А-ға қарай көрсетіліп тұрады. Міне жол мен орын ауыстыру туралы.
сөйтіп біз кинематикадағы 4 негізгі ұғымға анықтама бердік және жол мен орын ауыстыру деген 2 шамаға анықтама беріп, ол екеуінің бір-бірінен айырмашылығы туралы айтты. Енді осы теориялық материалды практикада қалай қолданамыз, соның мысалдарын талдау үшін біз ұбт-да кездесетін мына тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші, екінші тапсырма материялық нүктенің анықтамасын есінде сақтаған, жақсы білетін оқушы үшін ешқандай қиындық келтірмейтін А деңгейінің білу дағдысына негізделген ғана тапсырмалар. Мына жағдайлардың қайсысында ғарыш кемесін материялық нүкте ретінде қарастыруға болады деп сұрайды бірінші тапсырмада. Мен әдейі жауабын белгілеп қойдым. Кеме орбитамен ұшқанда деген А нұсқасын, себебі материялық нүктенің анықтамасына сәйкес ол материялық нүкте болу үшін дене оның жүріп өткен жолы өлшемдерімен салыстырғанда әлдеқайда үлкен болуы керек. Жауаптардың қалған 3 нұсқасында да кеме қозғалып жатқан жоқ, тыныштықта тұр шөгінде де. Жүріп өткен жолы өлшемдерінен көп үлкен болатын жағдай кеме орбитамен ұшқан кезде. Екінші сұрақта жерді материялық нүкте деп алуға болмайтын жағдай деп сұрап жатыр. Мен болмайтын деген сөзді әдейі қара бояуменен бояп қойдым қоюлап, себебі осы сөзді дұрыс оқымағандықтан балдар көп қателесіп жатады. Ой, апай, мен болады деп оқып қойыппын деп ақталып жатады. Материялық нүкте деп алуға болмайтын жағдай дейді. Материялық нүкте ретінде алынатын жағдай анықтамаға сәйкес жүріп өткен жолы өлшемдерінен көп үлкен болу. Жердің бір жылда күнді айналу кезде жүріп өткен жолы жердің диаметрінен радиусынан әлдеқайда көп. Бір айдың ішінде күнді айналса да ол көп жол жүреді. Және жерден күнге дейінгі арақашықтықты тапқанда дейді, ол арақашықтық 150 миллион километр. Демек, мына 3 жағдайда жерді материялық нүкте деп есептеуге болады да, тек мына жағдайда жер экваторының ұзындығын есептегенде болмайды. Енді үшінші сұрақ. Орын ауыстыру менен жолдың анықтамасын сұрап жатыр. Мынау траекторияның ұзындығы, жолдың анықтамасы, мынау орын ауыстырудың анықтамасын мен белгілеп қойдым. Және бұл жерде неге 2 жауап деген сұрақ туындауы мүмкін. Негізінде бұл 2 сұрақ 2 бөлек тапсырмада беріледі. Мен уақытты үнемдеу үшін сіздерге 2 тапсырманы, 2 сұрақты 1 тапсырмаға біріктіріп жіберіп отырмын. Енді бұл жерде балдар қателесіп кететін, оқушылар қателесетін бір жауап бар. Ол Д жауабы. Онда бастапқы орын, соңғы орын қосатын қисық сызық дейді. Қисық сызық дегенді ескермей, бастапқы орын мен соңғы орнын қосатын дегенді оқып алады да, әр жағын аяғына дейін оқымай, үш жауапты да белгілеп қоятын оқушылар бар. Сондықтан бұл жерде қате қисық сызық, қате тіркес қисық сызық, бұл жауапты белгілеуге болмайды. Ол бастапқы соңғы орнын қосатын бағытталған түзу кесінді. Төртінші сұрақ, санақ жүйесі дегеніміз не деп сұрап жатыр? А нұсқасындағы жауап келіп тұр. Санақ денесімен байланысқан координаттар жүйесі мен сағатты, яғни 3 нәрсені біз бірге санақ жүйесі деп аламыз. Бесінші сұрақ. Бұл санақ жүйесін аңдап алуға байланысты балалардың қателесуі мүмкін сұрақ. Таудан түсіп келе жатқан адамның велосипедтің рағымысына қатысты болатын күйі. Жауаптар нұсқасына қараймыз. Бұл жерде
Не сурап турганга көңүл бөлөбүз? Кандай күйдө болот деген, велосипедден таудан түшүп келе жаткан адам эч убакта салмаксыз күйдө боло албайды, салмагын жоготпайды да. Сондуктан биз А жавапты алып тастайбыз. Буну УБТга дайындалатын бала билүү керек. Артык жаваптар нускасын алып тастауды. Алып тастайбыз. Салмаксыз деген жавапты алып тастайбыз. Тербелисте, велосипеддин үстүндө келе жаткан адам тербелисте болмайды. Буну да алып тастайбыз. Сонда бизде эки жавап калат. Тынчтык күйдө, козголуста. Осы экөөнүн бирин дурусун логикага салып таңдауыбыз керек. Енді оқушылар қателеседі. Велосипед қозғалып келе жатыр демек велосипедпен бірге адам да қозғалып келе жатыр. Қозғалыста деген жауапты белгілей салады. Ол жауап дұрыс емес. Неге? Өйткені бізде не деп айтып тұр? Адамның велосипедтің рамысына қатысты болатын күйі дейді. Велосипедтің рамысы деген қай бөлік екенін көз алдарыңызға елестетіңдер. Сол рамының үстіндегі орындықта адам отыр. Адам рамға қатысты қозғалып отырған жоқ, тыныш отыр. Сондықтан біз қай жауап таңдаймыз? Тыныштық күйде деген Б жауапты таңдаймыз. Келесі тапсырмалар, O деңгейінің тапсырмалары дейді, сәл күрделеу. А деңгейінің тапсырмасына қарағанда, онда былай дейді. Ой. Былай дейді. 3 метр биіктіктен еденге түсіп, доп дейді. Доп 3 метр биіктіктен еденге түсті дейді. Міне түсірейік допты. 3 метр биіктіктен еденге түседі. Сәл қисайып кетті енді. Оған кешірім сұраймын. Мынау 3 метр құлаған биіктігі. Сосын жерге келіп түседі. Доп енді резеңке доп секіріп жоғары көтеріледі. Ал жақсы, бүйтіп қояйық. Міне 1 метр биіктікке жоғары көтерілді. Сұрайды доптың орын ауыстыруымен жолы. Әуел жолын есептейік. Жолы тең болады. 3 метр қосу 1 метр жоғары көтерілді, тағы да 4 метр. Ал орын ауыстыруы S тең болады. Міне 3 метр биіктіктен құлап, 3 метр биіктіктен төмен түсіп, қайтадан жоғары қарай 1 метрге көтерілді. Яғни жоғары көтерілген 1 метрді алып тастаймыз. Сонда 2 метр. Яғни орын ауыстыру мына жер. Мынау соңғы орны, мынау бастапқы орны. Осы екеуінің аралығы біздің орын ауыстыруымыз болып есептеледі. Яғни жауаптар нұсқасы 4 метр мен 2 метрді белгілейміз. Бұнда да мен 2 сұрақты бір тапсырманың ішіне біріктіріп жатырмын. Келесі тапсырма жаяу адам. Алдымен оңтүстікке қарай 3 километр суретін саламыз. Мына жерден бастайық. Оңтүстік деген картаның бағыты бойынша төмен қарай жүреміз. Міне оңтүстікке қарай 3 километр жүрді. Сосын шығысқа қарай, шығыс деген Моңғолға қарай жүреміз. 4 километр дейді. Кішкене ұзынырақ қылып саламыз. 4 километр жүрді. Оның жасаған орын ауыстыруының модулі дейді. Орын ауыстыруы қайдан басталды? Мына жерден басталды. Оңтүстікке қарай жүрді деп, мына жерден басталды. Соңғысы мына жерден келіп тоқтады.
орын ауыстыру мына жерде табуымыз керек. Енді суретке қараңдар, сурет тік бұрышты үш бұрыш. Біздің орын ауыстыруымыз тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы болып тұр. 3 пен 4 тік бұрышты үш бұрыштың катеттері. Пифагордың теоремасын білмейтін бала жоқ. Гипотенуза катеттердің квадраттарының қосындысына тең. 3-тің квадраты плюс 4-тің квадраты. Түбірдің астында ұмытып кетпейміз түбірге алуды. 9, 3-тің квадраты, 4-тің квадраты 16. Бірден бастап 20-ға дейінгі сандардың квадратын жатқа білу артықтық етпейді. 25, 25-тен түбірден 5 шығады. 5 километр. Жауап 5 километр дегенді жауапты белгілейміз. Суреттен де көрініп тұр 5 километр екені. Гипотенузаның ұзындығы катеттердің ұзындығынан артық болады. Келесі сұрақта біз таксиге не үшін жолақы төлейміз дейді. Жол үшін бе, әлде орын ауыстыру үшін бе дейді. Жауаптар нұсқасынан артық жауап алып тастаймыз. Өйткені ол үшін сұраққа назар аударамыз. Жол үшін төлейміз бе, әлде орын ауыстыру үшін төлейміз бе деп. Екеуінің біреуін таңда деп отыр. Сондықтан А жауапты біз мына жерден А жауапты артық жауап ретінде сызып тастаймыз. Міне А жауапты артық жауап ретінде сызып тастаймыз. Сосын қозғалыс жылдамдығы дегенді сызып тастаймыз. Жылдамдыққа орай ешқандай сөз қозғалып жатқан жоқ. Енді бізде екі жауап қалды. Орын ауыстыру үшін және жол үшін. Енді бұл сұраққа жауап беру үшін біз күнделікті практикамыздағы көріп жүрген жағдайға назар аударамыз. Мысалы, мен Оралда тұрамын. Оралдан Астанаға барып келуім керек қыдырып. Оралдан Астанаға билет аламын. Яғни Оралдан Астанаға орынды өзгерттім, орынды ауыстырдым. Біраз уақыт қыдырып, Астанадан қайтадан үйіме қайтып келдім. Орным өзгерген жоқ. Демек, мен орын ауыстыру үшін, орным өзгермесе, өзгермесе не үшін ақша төлеуім керек? Демек, мен Астанаға тегін барып келуім керек еді. Жоқ, мен Астанаға барып келу үшін баруға және қайтуға деп билет аламын, соған ақша төлеймін. Демек, мен не үшін төлейді екем? Жол ақыны жол үшін төлейді екен. Сіз жауапты белгілейміз. Жалғыз такси емес, кез келген транспорт үшін біз жол ақыны төлейміз. Не үшін екен? Жол үшін төлейді екенбіз. Енді мына бір тапсырманы қарайық. Бұл кішкене күрделілеу тапсырма. ұбт-ның тапсырмаларының ішінде ылғи алмай келе жатқан тапсырма. Сондықтан бұл тапсырманы да жақсылап қарайық. Енді есептің мәтініне қарай, мазмұнына қарай біз суретін салайық. Футбол алаңында футболшы солтүстікке қарай 40 километрді кішкене былайырақ алайын. Солтүстікке қарай түзу сызуға тырысамын. 40 километр. Сосын шығысқа қарай, шығыс қайда? Міне да. Сосын шығысқа қарай 10 метр. 10 метр. Сосын оңтүстікке қарай тағы да 10 метр төмен түсеміз. Және батысқа қарай 30 метр. 10 метр былай жүрді. Сосын батысқа қарай 30 метр. Мына шама. Неге дұрыс болмай қалды? Бұны кетірейік. Бәрін қайта салайық.
Қарандашымызды алайық, қайта салайық. Енді мен түзу сызуға тырысып көрейін. Қайда кетті? Мына жерден солтүстікке қарай 40 метр жүрді. Шығысқа қарай 10 метр жүрді. Оңтүстікке қарай тағы да 10 метр жүрді. Сосын батысқа қарай 30 метр дейді. 30 метр деген осы шамамен жерге келіп тоқтады. Футболшы допты қуып жүр ғой енді. Мынау соңғы орын, мынау бастапқы орны. Бізден сұрайды, орын ауыстыруын сұрап жатыр. Яғни біз бастапқы орны менен соңғы орнын не қылуымыз керек, қосуымыз керек. Түзу сызықпенен. Қостым. Міне бұл біздің неміз іздеп отырған орын ауыстыруымыз. Суретке қараңдар, бізде үшбұрыш, мына жақта, жоғары жақта квадрат болды. Бізге керегі орын ауыстырудың модулін табу үшін бізге керегі міне үшбұрыш үшін өзімше бояп қояйық. Бүйтіп бояп қойдым үшін осы үшбұрыш анау керек емес. Квадрат бізге керек емес. Енді үшбұрыштың катеттерін тауып алайық Пифагорға салу үшін. Мына катет, мына жер 40 метр еді, оның 10 метрін оңтүстікке қарай жүріп азайтып тастады. Сондықтан мына жер 30. Мына жер 30 метр еді, 30 метр батысқа қарай жүгір дедік қой. Мына жер 10 метр, демек мына жер 20 метр. Сөйтіп, орын ауыстыруды табу үшін Пифагордың теоремасына салып, 20-ның квадратын қосамыз. 30-дің квадратын, сосын квадрат түбір табамыз. Тең болады. 20-ның квадраты 400. Жаңада айттым, жатқа білуіміз керек деп. 30-ның квадраты 900. Бірақ сіздер калькулятор қолданасыздар ғой, ұбт-да. Калькуляторға жүгіріп салып аласыз ғой. 1300. 1300-ден сіздер калькуляторменен түбір табатын болсаңыздар, онда мына жауаптар нұсқасының ішінен дұрыс жауап таппай отырасыздар. Оны былай істеген 1300-ді 1300 көбейтілген 100 деп жазамыз. Қайтадан 1300 шығады ғой. Түбір таудың ережелері бар, бұрында оқып кеткенсіздер. Сол ереже бойынша енді 100-ден түбір шығады. 100-ден 10 шығады. Түбірдің астында түбір шықпайтын 13-ті қалдырып қоямыз. Сөйтіп біздер 10 түбір астында 13 деген жауап алдық. Мұндай жауап бар ма бізде? Бар. Нұсқасында бар. Нұсқасын белгілейміз. Дұрыс жауап осы. Енді жауап дұрыс алдындағы тапсырмалардағы сияқты дұрыс емес жауаптарды алып тастай алмаймыз. Өйткені есептеу керек. Мына жерде 0 деген жауап бар. Орын ауыстырудың 0-ге тең болуы да мүмкін жағдайлар бар деген болатынмын. Ол 0-ге тең болады. Қай уақытта егер дене шыққан, бастапқы шыққан орнына айналып қайтып келеді болса, жаңа алдыңғы 8-ші тапсырмада оған талдау жасадық. Сондықтан осылай есептеу арқылы жол мен орын ауыстыруды осылай есептеп шығарады екенбіз. Көбінде орын ауыстыру байқап отырсыздар, суретін салсаңыздар, Пифагор теоремасы бойынша шығарылады екен. Міне балалар, бүгінгі тақырып бойынша қысқаша ең маңызды, ең керекті деген дүниелер, есептер осындай. Осыменен